Армысыз көрермен, бүгін тағы жасанды интеллект туралы айтатын боламыз. Бүгінгі эфирімізде, яғни білім саласына қызметкерлерге арналған, яғни сабақ кестесін құруды көрсетемін. Ол үшін әрине тағы да ChatGPT-ге кіреміз. Осындай пайдалы промптты енгізетін боламыз. Сәлем, маған сабақ кестесін құру керек. Мектепте 40 мұғалім, 20 бастауыш сыныбы бар. Әр сынып әріптерге бөлінген. А, Б, С, Д сабақ 9:00-де басталып, 13:00 бітеді. Әр мұғалімнің жүктемесі 16 сағаттан кем болмау керек. Осындай промптты енгіздім. Маған жасанды интеллект ойланып, қазір сабақ кестесін құратын болады. Көріп отырғандай жасанды интеллект маған қосымша сұрақтар қойып отыр. Яғни маған сабақ түрлерін сәйкесінше жазуды ұсынып отыр. Яғни мен сабақ пәндерін жазбадым, сондықтан мен мысал ретінде бірнеше сабақ пәнін жазып өтемін. Яғни бастауыш сыныптарда бізде дүниетану, қазақ тілі, сәйкесінше мүмкін ағылшын тілі, қателесу мүмкін, бірақ одан бөлек дене шынықтыру дейік. Өзіңіз осылай барлық сабақ түрлерін жазып кетсеңіз болады. Мен тек қазір 4 сабақты жаздым. Маған жасанды интеллект осы сабақтарға негізделіп сабақ кестесін құрып отыр. Қосымша маған сабақ кестесінің негізгі қадамдар, яғни әр пәнге сағаттарды бөлу туралы ұсынып отыр. Сондықтан да мен бұл жерге тағы да есептейміз. Яғни қазақ тілі аптасына 4 рет. Осылайша қайталап жазып өтемін. Өздеріңізде мысал ретінде жазсаңыз болады. Дүниетану аптасына мүмкін 2 рет. Ағылшын тілі аптасына 3 рет. Осылай көрсеттім. Яғни тағы да промпт жаздым. Маған жасанды интеллект тағы да келесі үлгілер ретінде кесте ретінде маған сабақ тізбесін шығарып отырмын. Мұны дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма күнге арналған сабақ кестесін шығарып отырмын. Керемет емес пе? Дәл осылай сіз кабинет санын көрсетсеңіз болады. Енді қай кабинетте қай сабақ өту керектігін. Ол үшін тағы да жасанды интеллектке промптқа, яғни кабинеттер мысалы 401, 405, 406, 407 деп мен мысал ретінде 4 кабинетті көрсетіп өтейін. Кабинетке сабақтарды бөл. Мінекей, менде кабинеттер 401, 405, 406, 407, осыларға сабақтарды бөл деген жаңа промпт жаздым. Маған жаңартылған кабинеттермен бекітілген сабақ кестесін үлгісін көрсетіп отыр. Керемет емес пе? Дәл осылай өзіңізде осындай пайдалы промптты енгізіп, сабақ кестесін оңай жасауыңызға болады. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше.